Сенің өміріңде бәрі кері кеткен сәтте, сен үшін мәңгі қасыңда болады деп ойлаған адамдар кенеттен сені тастағанда, армандарың көз алдында қирай бастаған кезде, және саған кезіккен әр адам сенің қолыңнан келмейді деп айтқанда, бәрі бұдан ары жаман бола алмайтындай күйге жеткенде, менің саған айтарым: берілме. Ішіңдегі ешкім тоқтата алмайтын күшті тап. Өмірің астан кестең болып жатса да, сен қарсы тұруың керек. Сені қоршаған және ішіңді жеп жатқан барлық негативке қарсы тұруың керек. Өзің үшін жаңа шындықты құр. Өзіңнің болашағың мен армандарың үшін жағдайың қандай болмасын күресуің керек. Бұл соңы емес, бұл сенің жаңа бастамаң. Өз тағдырыңды өзгертуге сенің күшің жетеді. Ешкімде ешқандай да кедергі емес, оны сенен тартып ала алмайды. Чемпиондар бәрі оңай кезде қалыптаспайды. Чемпиондар оттың ішінде, жеңілісте, ең ауыр сынақтарда шыңдалады. Қашпай, бәріне қарсы тұрып, күрескенде пайда болады. Саған әрқашан жігерлі болу міндет емес. Кейде тек шыдау керек. Саған тек алға қарай жүру керек. Жаның ауырса, алға жүре бер. Жылап жатсаң да алға жүре бер. Не боларын білмесең де жүре бер. Маған тек бір нәрсе керек. Сен тоқтама. Өзіңді аяп, тоқтап қалма. Қазір көрмейсің, бірақ бір күні осы қиындықтар үшін алғыс айтасың. Сен осы қиындықтың бәрі саған келген үшін сен қуанатын боласың. Өйткені дәл осы сынақтар сені тоқтамайтын адамға айналдырғанын түсінесің. Сен бәрі жақсы кезде чемпионға айналмайсың. Қысым болу керек, қиын болу керек, қараңғы болу керек. Барлығы қаншалықты қиын болса да күресуді тоқтатпа. Бұл қиындыққа қарсы тұру туралы, батылдықпен, қайсарлықпен, қорықпай тұру туралы. Қандай шарасыз жағдай болса да, қаншалықты ауыр жағдай болса да, қаншалықты мүмкін емес көрінсе де, алға жүр. Арманыңа қарай жүр. Осы тоқтаусыз талпыныс, осы қайсарлық жеңімпаздарды жеңілгендерден ажыратады. Әлем саған бәрі бітті дегенде, шығатын жол жоқ сияқты көрінгенде, сол кезде ең қатты күресуің керек. Сол кезде өзіңе және басқаларға дәлелдейсің. Сенің қолыңнан келеді. Қараңғылық қаншалықты қою болса да, сен жарықты таба аласың. Мәселе қиындықтардың қаншалықты ауыр екенде емес, мәселе сенің қалай жауап беретініңде. Қаншалықты сақ болсаң да, өмір бәрібір соққы береді. Тура бетіңнен келіп ұрады. Ауырады, қатты ауырады. Бірақ сұрақ: сен қаншалықты қарсы соққы бере аласың? Арманың үшін қаншалықты күресуге дайынсың? Егер шынымен маңызды болса, сен бірінші, екінші, үшінші, тіпті 20-шы рет құласаң да берілмейсің. Сені біреу немесе бір дүние құлатпақ болса да, жоқ. Берілмейсің. Сен жолыңдағы бәрін жойып, тоқтамайсың. Сен мақсатыңа жеткенше тоқтамайсың. Өмірің қиын болып кетсе, өзіңе айт: мен жауаптымын. Мен өз өмірім үшін жауаптымын. Өткенді өзгерте алмаймын. Сондықтан оған өкініп, уақыт жоғалта алмаймын. Болашағыңды құруға соншалықты беріл. Тіпті өткенді ойлауға уақытың қалмасын. Сен назарыңды алмастай өткір етуің керек. Және солай өз прогрессіңмен айналысуың керек. Дүйсенбі, шейшенбі, сәрсенбі. Әр күнде қалай алға жылжитыныңды нақты білесің. Аптаның әр күні қайғыңды жеңіске айналдыр. Жеңімпаздар дәл солай істейді. Олар тек армандамайды, әрекет етеді. Олар қорқыныштан қатып қалмайды. Олар армандарын әрекетке айналдырады. Сосын әрекет оны шындыққа алып келеді. Оларды қорқыныш алдыға итереді. Оларды жеңіске табандылық пен сенім жетелейді. Оларды алға итеретін табандылық. Жеңімпаздар сынбайды, жеңімпаздар берілмейді, жеңімпаздар тоқтамайды, жеңімпаздар әрекет етеді. Менің ойымша, өмір ол бір ғана бағытты жол. Бұл қарғыс атқы жолды бастағаннан кейін сен артқа қайта алмайсың. Оны тек соңына дейін жүріп өту керек. Тек алға ғана жүре аласың. Сенде екі таңдау бар. Бірі, сен қорқынышқа ерік беріп берілесің, сосын тоқтайсың. Ал екіншісі бәрін қиратасың. Не болсын, қараңғы түнектің соңына дейін жүріп бәрін жоясың. Ал бәрін жеңген соң, сен өзің ойлағаннан да мықты адамға айналасың. Мен мұншалықты алысқа жай беріліп тоқтау үшін келген жоқпын. Мен жеңімпазбын және мен жеңемін. Мен жеңуге не қажет болса да соның бәрін істеймін. Егер құныңды білсең, барып соған лайықтыны ал. Бірақ
соққыларға төтеп беруге дайын бол. Саусағыңды біреуге шошайтып, жеңілісіңе басқаларды кінәлама. Бұл әлсіздердің ісі, ал сен ондай емессің. Ұстап тұр, қанша уақыт кетсе де жалғастыр. Маған қызық емес саған әлгі емтиханнан өтуге қанша уақыт кеткені. Сонымен не, сен біріншіден құладың, сен жалғастырасың, сен оқуды тоқтатпайсың, сен жазуды жалғастырасың, сен айтуды жалғастырасың, сен ән айтуды жалғастырасың, сен боксты жалғастырасың, сен төбелесуді жалғастырасың, сен не керек бәрін жалғастырасың. Құласаң да тұр, жаз, оқы, жаттығу жаса, күрес тек тоқтама. Және тоқтамасаң, әрбір дауыл ол келеді және өтіп кетеді. Және сен тек алдыға жүр. Сен ойланба, сен өте көп ойланасың, сен тым көп анализ жасайсың, сен өзіңді райыңнан қайтарып жатырсың. Бұл жұмыс іске аспайды. Мен тырыстым, бірақ ештеңе шыққан жоқ. Менің саған айтарым, жай әрекет ет, қозғал. Сен санаңа жеңілу тек берсең ғана мүмкін екенін құюың керек. Әрбір жетістік сәтсіздіктің үстіне салынған. Сәтсіздік жоғарыға көтерілуге арналған баспалдақ. Кейбіреулер қазір берілгісі келеді, өйткені олар сәтсіздіктің кезеңінде. Сен санаңда берілу жалғыз шешім екенін түсінесің, бірақ сәтсіздік соңы емес. Сен сәтсіздікке ұшырадың екен деп Құдай сенің жолыңды жаппайды. Сәтсіздік сенің қоймаң. Берілу ол ылғи ерте. Мен тоқтай алмаймын, мен шаршай алмаймын, мен беріле алмаймын, мен бас тарта алмаймын. Неге? Менің анам маған сеніп отыр, менің отбасым маған сеніп отыр, менің балаларым маған сеніп отыр. Күшің қалмағанда сен өз отбасыңды ойла. Неге жасап жатқаныңды есіңе түсір. Сол сені тағы бір қадам алға жылжытады, тағы бір әрекетке баруға итереді. Менің жұмыс істеуім керек. Мен әрекет етпесем, менің отбасым тамақтана алмайды. Я, мен саған барып демал деп айтқым келеді. Я, мен саған барып бәрі жеңілдейді деп айтқым келеді. Сен алдыға қозғалған сайын бәрі артта қалады, оңай болады деп айтқым келеді, бірақ бұл шындық емес. Шындық, өмір жеңіл болмайды.